табылат? Мәжбүрлеп енгізу тетігі бүгінгі таңда қарастырылмаған. Негізі басқа мемлекеттерде осы жеке азаматтардың МЭМС жүйесіне қаражаттың, жарна пұлдардың уақытылы төлемеуі мемлекеттік кірістер комитетінің, яғни қаржы министрліктерінің құзыретіне кіреді. Қазақстанда бұл сұрақ әлі өзінің заң аясында шешімін тапқан жоқ. Сондықтан азаматтар бүгінгі таңда енді міндетті болғанымен өздерінің құзыреттерінде төлеген жағдайда тиісті көмекті алады. Төлемеген жағдайда, енді мен жаңа айтып кеттім, 20 миллионның 12 миллион 100 мың адамына бүгін мемлекет төлеп отыр. 1 миллион адамды біз жергілікті атқарушы органдардың есебінен МЭМС жүйесіне енгізуді ұсынып отырмыз. Сондықтан қалған 2,5 миллион мүгедектікке жатпаса, ол азамат көпбалалы ана болмаса, студент болмаса, ресми түрдегі бекітілген жұмыссыз азаматтардың несіне кірмесе, тізіміне кірмесе, ол азаматтар, яғни өздерінің жауапкершілігінде тиісті қаражатты төлеп МЭМС жүйесіне кіру керек. Әрине, біз өзіміздің де жауапкершілігімізді бұл тұрғыдан сезіп отырмыз, себебі медицина саласын неғұрлым біз дұрыс сапалы жұмыс істесек, соғұрлым халықтың тарапынан да сенім артады. Сенімнің осы жерде әлде жеткіліксіздігінің бір себебінен деп айтуға. Белгіленген бір меже бар ма? 28 жыл ма, 30 жыл ма? Ондай меже. Жақсы, рахмет.